Ең абзал амал дінімізде өзгенің қажетіне жарау. Оған дәлел бар. Құран-ы Кәрімде Алла Тағала ең үлкен ауыр нәрсе дінді тәкзиб, яғни жоққа шығару, жалғанға шығару. Екінші ауыр нәрсене, дінді жоққа шығарудан артық нәрсе жоқ қой. Содан кейін ауыр нәрсене жетімнің басынан сипамау, жетімге қарайласпау. Содан кейін не? Міскінді тамақтандыратындар бар ғой, соларға тосқауыл болады да. Өзі тамақтандырмайды. Өте үлкен ауыр нәрселерді Алла Тағала дінді жоққа шығарудан кейінгі нәрсене жетімнің хақысын жеу, жетімге қарайласпау болса, одан кейін міскіндерді тамақтандырмау, содан кейін барып намазды айтады. Намаздан да бірінші не тұр? Адамдардың, жетім, міскіндердің хақысына, солардың көңіліне қуаныш ұялату, солардың қажетіне жарауың тұр. Ол намазыңнан да артық. Неге? Өйткені намаз ол өзің үшін. Сол үшін дініміз бірінші кезекте өзгенің хақысын бірінші қояды. Сол үшін де имам дүниеден өткен адам үшін намазы бар ма? Сұрамайды. Намаз оқыды ма бұл деп. Намаз өзің үшін еді ол. Сұрамайды оны. Өзгенікін сұрайды. Не? Қарзы бар ма деп. Сол үшін өзгенің көңіліне қуаныш ұялату, өзгенің қажетіне жарау, оған қатысты осы аят секілді басқа хадистер өте көп.